Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Латынша оқы, латынша жаз бейне дәрістер циклын жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы дыбыс тіркестеріне аяқталатын шет тілдік сөздердің емлесі деп аталады. Өздеріңізге белгілі қазақ тілінде бірінен соң бірі дауыссыз дыбыстар қатарынан сөздің соңында жинақталып тұра алмайды. Ол біздің сөйлеу дыбыстық заңдылығымызға қайшы. Алайда шет тілдік сөздердің көбінде осындай құбылыс кездеседі. Бұларды латын әліпбиіне көшкенде қалай таңбалаймыз деген сұрақ туады. Жаңа емле ережелері бойынша осылардың таңбалануына тоқталып кетейік. Ең алдымен т-ч дыбыс тіркесіне аяқталатын шет тілдік сөздерде тек қана ч дыбысының таңбасы жазылып т түсірілетінін айтамыз. Мысалы, скотч, матч дегенде т-ны таңбаламаймыз. Сол сияқты шет тілдік сөздердің құрамында сөз соңында қатарынан бірдей екі дыбыстың жазылуы жиі кездеседі. Мысалы, класс деген сөздегі екі с, м-лыға бітетін мұндай сөздер де бар. Мысалы, металл деген сөздегі екі л. Бұлардың барлығын енді латын әліпбиінде көшкенде тек қана бір таңбамен жазатын боламыз. Біреуі таңбаланбайды. Ал дж дыбыс тіркесімен келетін сөздерде тек қана ж дыбысының әрпін жазамыз, д түсіріледі. Мысалы, менеджер, колледж болып жазылады. Алайда осы ережеге бағынбайтын сөздер бар. Ол бюджет, лоджия деген сияқты сөздер. Бұл екі сөзде дж тіркесі сөздің ортасында сақталып жазылады. Себебі, егер тек біреуін таңбалайтын болсақ, сөздің мағынасына нұқсан келеді, немесе ол сөздің графикалық образы мәтін ішінде танылмай қалады екен. Емлешілер сол себепті бұл екі сөзді ескертуге шығарды. Қысқа и мен ұзын үйдің тіркесіне аяқталатын да шет тілдік сөздері көптеп кездеседі. Мысалы, калий, натрий, алюминий деген сияқты сөздерде. Енді біз оларды тек қана бір идің таңбасымен жазып көрсететін боламыз. Сол сияқты орыс тілінен енген сөздердің құрамында а род категориясының көрсеткіші болып табылатын, яғни орыс тіліндегі женский родтың көрсеткіші болып табылатын сөздердегі осы аны жазбай кетеміз. Мысалы, капсул, координат, кардиограмм болып жазылады. Алайда барлық жағдайда бұл аны түсіре алмайды екенбіз. Себебі математика, физика деген сөздерді түсіндірсек, түсіретін болсақ, онда бұл сөздер амонимдес болып кетеді. Яғни математикамен айналысатын адам да математик, және сол ғылымның саласы да математик болып кетеді. Міне осындай жағдайларға байланысты аталған сөздерде аны түсіріп жазбайтын боламыз. Сонымен бірге ысты және істі, яғни тыдан кейін жіңішкелік белгісі жазылатында шет тілінен енген сөздер бар. Бұлардың емлесі де өзгереді. Енді біз бұларды т, яғни соңғы дауыссыз, дыбысынсыз, жалғыз с таңбасымен беретін боламыз. Экономист емес, экономист. Повесть емес, повесть түрінде жазылатын болады. Сонымен бірге п және х дауыссыз дыбыстарына аяқталатын шет тілдік сөздердің емлесі қолданыстағы ережедегідей жазылады. Өздеріңізге белгілі, бұларға жалғау жалғанғанда үнемі қатаң дауыссыздан басталып жалғанады. Ал х дыбысына аяқталатын сөздердің жалғаулары және үнемі жуан болып жалғанады. Мысалы, шейх қа болып жазылады. Шейх деген сөздің құрамында е жіңішке дауысты дыбысы және қысаң и жіңішке дыбысы тұрғанына қарамастан х-ға аяқталу себепті оған жалғанған жалғаудың барлығын жуан жалғаймыз. Шейхқа, шейхы болып жазылады. Сонымен бірге өздеріңізге белгілі ог дыбыс тіркесіне аяқталатын шет тілдік сөздеріне бүгінгі емле бойынша жалғаулар жіңішке жалғанатын. Педагогтік, педагогтер, педагогке, диалогтік, диалогке, диалогтер деп жіңішке жалғап жазатынбыз. Алайда соңғы мәтіндерде, қазақ мәтіндерінде осы ереже мүлдем сақталмай жүргеніне көзіміз жетті. Осыны ескере отырып, емлеші мамандар латын графикасындағы емледе бұған жалғауларды тек қана жуан жалғайтындай болу керек деп сондай ереже жасап ұсынды. Енді
Ағылшын тілінен енген сөздердің құрамында ыңгы дыбыс тіркесімен аяқталатын сөздер өте көп. Біз бұларды жаңа емледе қазақтың ың дыбысын таңбалайтын әрпімен жазамыз. Тек қана бір буындыларында ғана ыңгы әріп тіркесін сақтаймыз. Митинг, брифинг, кейтеринг, коучинг болғанымен риныгы, раныгы деп ыңгыны жазамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.